Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 12-ші сабақ. Бұл сабақта біз апта, ай және жыл мезгілдері ағылшынша қалай болатынын және time of preposition дейді. Жалпы уақыт айтқан кездегі көмекші сөздерді дұрыс қолдануды үйренеді екенбіз. Ал енді кеттік. Time of preposition дейді да, осы уақыт айтқан кезде бізде үш көмекші сөзді қолданамыз. Ол біріншісі at, екіншісі on және үшіншісі in екен. Енді atке келетін болсақ, біз бұл atті көбінесе уақыт айтқан кезде, сағат айтқан кезде hours міне. Сол кезде қолданамыз. Мысалы at 5 p.m. сағат кешкі 5, at 12 o'clock сағат 12, at 7 a.m. сағат таңғы 7 деп қолданады екенбіз. Енді мысал келтірейік. Біріншісі уақыт немесе осы біз сағат туралы сөйлескен кезде қолданады екенбіз. We will meet at 7 o'clock. Мағынасы біз сағат дейді. We will meet. Біз сағат 7-де кездесеміз дейді. Енді 7-де деген кезде біз at o'clock деп айтады екенбіз. Сағат айтқан кезде. Келесі they go to bed at 10 o'clock. Олар дейді сағат 10-да ұйықтайды дейді. Бұл жерде де біз сағат 10 деген кезде at 10 o'clock деп айтады екенбіз. Келесі екінші белгілі бір уақытта, мысалы түн ортасы, түске дейін, түскі үзіліс, түнді айтқан кезде де біз atті қолданады екенбіз. Мысалы I'll ring back at midday дейді. Мағынасы мен күндіз қайтып қоңырау шаламын дейді. Бұл жерде midday деген ол күндізгі уақыт айтылып тұр. Мысалы at night, at midday деген секілді, мысалы түн, күндіз деген сөздерді қолданған кезде біз atті қолданады екенбіз. At midday деген ол кезде күндізгі уақыт айтылып тұр екен. Енді үшіншісі демалыс және мереке күндері кезде де осы atті қолданамыз. Мысалы What are you doing at the weekend? Сен демалыс күндері не істейсің дейді. Бұл жерде weekend деген демалыс күнді айтылып тұрғаннан кейін at the weekend деп біз осы мейрам күні болған, демалыс күні болған кезде де atті қолданады екенбіз. Келесі She's reading at the moment дейді. Мағынасы ол дейді, ол қыз қазір оқып отыр дейді. At the moment деген кезде, мысалы осы дәл осы уақытта деген кезде де біз atті қолданамыз. At the moment дәл қазіргі уақытты айтылып тұр екен. Келесі төртінші бір нәрсенің бастамасы немесе аяғы болған кезде, мысалы ағылшынша at the beginning деп басында дейді, at the end деп аяғында дейді. Енді осыған сөйлем құрап көрейік. She is moving in at the beginning of January дейді. Ол дейді, қаңтардың басында көшіп келеді дейді. Ол қыз, мысалы January, қаңтардың басында, at the beginning, басында деген сөзде біз мысалы atті қолданып тұрмыз. At the beginning, басында. Немесе at the end деп айтсақ болады, аяғында деп. Келесі тамақ, бесінші ол тамақ уақытын айтқан кезде де біз atті қолданамыз. Мысалы, at breakfast деген кезде таңғы асты айтады. At lunch дегенде түскі асты айтады. Және at dinner дегенде кешкі асты айтады екен. Мысал келтірсек, Didn't you eat enough at breakfast? Деген сұрақ қойып тұр. Сіз таңғы ас ішкен жоқсыз ба? Бұл жерде таңғы ас болғандықтан біз breakfast'ның алдына atті қоямыз. At breakfast. Немесе түскі ас дегенде at lunch, немесе кешкі ас болса Didn't you eat enough at the dinner деп айтады екенбіз. Осы 5 жағдайда осы atті қолданамыз. Келесі енді on өтейік. On бізде аптаны айтқан кезде, мысалы біреудің туған күн айтқан кезде, немесе бір айдың нақты бір мысалы күнін білетін болсаңыз, мысалы 7 мамыр деп, сол кезде осы onды қолданамыз. Мысалы on Friday, жұма күні, on my birthday, менің туған күнімде, on May 7th, мысалы мамырдың 7-сі деп біз осы onды қолданамыз. Енді мысал келтірсек онға, осы onды біз ең бірінші аптаны айтқан кезде қолданады екенбіз. Енді аптаны өтейік. Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Thursday, бейсенбі, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі. Енді біз осы аптаға onды қолданады екенбіз.
On Monday, дүйсенбіде. On Tuesday, сейсенбіде. On Wednesday, сәрсенбіде. On Thursday, бейсенбіде. On Friday, жұмада. On Saturday, сенбіде. On Sunday, жексенбіде деп қолданады екенбіз. Енді мысал келтірейік. I will come on Monday. Мен дүйсенбіде келемін дейді. Енді сіздер Monday деген сөзді дүйсенбі қолданып тұрғаннан кейін сіздер on'ды қолданасыздар. On Monday. I will come on Monday. Мен дүйсенбіде келемін. We always play football. Біз әрдайым дейді. We always. Play деген ойнау. Football. Play football. On Friday. Жұмада деген сөзде біз on'ды қолданамыз. Өйткені апта болғаннан кейін. Біз әрдайым футболды жұма күні ойнаймыз. Келесі. I work on Sunday. Мен жұмыс істеймін дейді. I work. Мен сенбі күні жұмыс жасаймын. Сенбі бұл апта болғаннан кейін біз on'ды қолданамыз. On Sunday, сенбі күні деп. Сенбіде деп немесе. Келесі мысал. Ең бірінші біз on'ды, мысалы бір айдың нақты күні белгілі болса, біреудің туған күні, біреу бір жер туылды, мысалы бір мейрам немесе сондай болса, біз осы on'ды қолданамыз. Мысалы, he was born on October 10. Ол 10 қазанда дүниеге келген. Көріңіздер ғой, сіз қазанның 10 екенін біліп тұрсаңыз, нақты саның осы айдың, сіз on'ды қолданасыз. Егер қазанда ғана білсеңіз, қазанда екен, немесе күнін білмесеңіз, сіздер in'ді қолданасыздар. Осыны шатастырып алмау керек. Келесі, we got married on August 20. Біз 20 тамызда үйлендік. On August 20. Көріңіздер ғой, нақты тамыздың 20 екені белгілі болғандықтан біз on'ды қолданып тұрмыз. On August 20. Тамыздың 20 деп. Екінші, my birthday is on the 16th of May дейді. Менің туған күнім 16 мамыр дейді. Бұл жерде біз нақты біреудің менің туған күнім мысалы 16 мамырда екен белгілі болғандықтан нақты саны біз on'ды қолданып тұрмыз. On 16th of May. 16 мамыр деп. Енді екінші апталар және өткеніміз апталарда біз on'ды қолданамыз. Мысалы, call me on Monday. Дүйсенбіде маған қоңырау шалыңыз. Аптаға біз on'ды қолданамыз. Келесі, see you on Friday. Жұмада кездескенше дейді. See you деген көріскенше, кездескенше деген мағынаны білдіреді. On Friday. Аптаның бәріне on қолданылады. Енді үшінші кезек, арнайы күндер болса, мысалы, туған күн, сондай болған кезде де біз on'ды қолданамыз. Мысалы, what will you do on your birthday? Біреудің, мысалы, нақты бір туған күні, арнайы күн болса, біз осы on'ды қолданамыз. Туған күнде не істейсің дейді сұрақ. Енді ең соңғы in'ді өтейік. Бұл жерде in бізде ең көп қолданыстағы, мысалы біз апта болсын, айды да months, years, жылды да осы in'мен қолданамыз. Decades. Decades деген 10 жылдық дейді. Centuries деген ғасырда да біз in'мен қолданадығымыз. Мысалы, in 5 minutes. Бұл 5 минуттан кейін, мысалы, in the morning, таңертең, in the afternoon, мысалы, түсте деп біз in'ді көп қолданамыз. Мысалы, келтірейік енді in'ге. Ең бірінші, ең көп қолданылатын ол бізде айлары. Енді айларды өтейік. January, қаңтар. February, ақпан. March, наурыз. April, сәуір. May, мамыр. June, маусым. July, шілде. August, тамыз. September, қыркүйек. October, қазан. November, қараша. December, желтоқсан. Енді біз осыған in January, қаңтарда, in February, ақпанда деп бүкіл айға біз in'ді қолданамыз. Мысалы, I will finish in September. Мен қыркүйекте бітіремін дейді. Бізде September осы қыркүйек ай болғандықтан біз in'ді қолданып тұрмыз. I will finish in September деп. Келесі. He returned in July. Ол шілде айында оралды дейді. Ай шілде болғандықтан in'ді қолданамыз. They will come to him in April. Олар дейді, ақпан айында оған барады дейді. Енді ай болғандықтан ақпан біз in'ді қолданамыз. Келесі, ең бірінші in,
Екінші біз мезгілде қолданамыз. Winter деген қыс, spring көктем, summer жаз, autumn күз. Мысалы, I will go to Almaty in winter. Мен қыста Алматыға барамын. Көріңіздер ғой, жыл мезгілінде де біз inді қолданамыз. Birthday of my close friend in the spring. Менің жақын досымның туған күні көктемде дейді. Келесі. You go to a lake in the summer with your family. Сен жазда отбасымен көлге бар дейді. In the summer деген жазда. Ең соңғы. I prepared my clothes for autumn. Мен киімдерімді дейді, күзге дайындап қойдым дейді. For autumn, көріңіздер ғой, күзге деген мағынаны білдіреді. Енді инмен тағы қандай мысалдарды келтірсек болады. Ең бірінші біз күн уақытымен, мысалы таңертең кешке деген кезде де біз инді қолданамыз. In the morning, in the afternoon деген кезде. Мысалы, they come in the evening. Олар дейді, кешке келеді. In the evening. Мысалы, кеш уақыты, таңертең, түс уақытын бізде де in қолданамыз. They come in the evening. Олар кешке келеді. Келесі. We left in the morning. Біз таңертең кетіп қалдық дейді. Таңертең деген біз жерде in the morning болады. In қолданылады. Екінші, айларды айтқан кезде бағана өттік. In қолданатын. Мысалы, her birthday is in November. Оның туған күні қараша айында дейді. Ай болғандықтан біз inді қолданамыз. Келесі, жылдарды айтқан кезде де біз inді қолданамыз. The house was built in 1967. Үй 1967 жылы салынған дейді. Біз 1967 бұл жыл болғандықтан, бағана айтып өткендей, біз inді қолданамыз. We met in 2001. Біз 2001 жылы таныстық дейді. Бұл жерде тағы да жыл болғандықтан біз inді қолданып тұрмыз. In 2001. 2001 жылы деп. Келесі, бағана айтқандай мезгілді айтқан кезде де біз inді қолданамыз. This happened in autumn. Бұл күзде болды деп. Ең соңғысы, бесіншісі, ғасырларды айтқан кезде де біз inді қолданады екенбіз. Мысалы, the town was established in the 18th century. Қала дейді 18-ші ғасырда құрылған. Көріңіздер ғой, ғасырды айтқан кезде де біз inді қолданамыз. Ең бірінші, ол күн уақыты, таңертең кешке inді қолданамыз. Екіншісі, айды айтқан кезде. Жалпы, шатастырып алмаңыздар. Мысалы, inді біз айдыға қолданамыз. Егер бұның күні нақты болса, мысалы, қарашаның 10-ы деген секілді. Бұл кезде inді қолданбаймыз, бұл кезде 10-ды қолданамыз. Егер күн айтылмаса, онда біз осы in November қарашада деп айтады екенбіз. Үшіншісі, жылдарды айтқан кезде inді қолданамыз. Төртінші, мезгілді, төрт мезгілді айтқан кезде inді қолданамыз. Және бесіншісі, ең соңғысы, ғасырларды айтқан кезде де біз осы inді қолданады екенбіз. Тағы бір мысал бар. Біз жалпы in дегенді екі түрде келеді екен. Екінші түрі бізде in деген мағынасы кейін екен. Мысалы, days деген күн. In 3 days. 3 күннен кейін. Weeks деген бізде апта, week. In 2 week. 2 аптадан кейін дегенде мағына береді екен. Months деген ай. In 3 months. 3 айдан кейін. Year деген жыл. In 4 years. 4 жылдан кейін деген мағынаны береді екен. In деген. Келесі, ago деген бізде бұрын деген мағынаны береді екен. Біріншісі, 3 days ago. 3 күн бұрын. Бұл өткен шағы. 2 weeks ago. 2 апта бұрын. Немесе 3 months ago. 3 ай бұрын. Ago. 4 years ago. 4 жыл бұрын. Деп, ago деген бұрын, in деген кейін деген мағынаны береді екен. Мысалы, I will come in 3 days. Мен 3 күннен кейін келемін. In 3 days деген 3 күннен кейін деген мағынаны береді in деген. Келесі. He went 3 days ago. Ол дейді. 3 күн бұрын кеткен дейді. 3 days ago деген бұрын. 3 days ago. 3 күн бұрын кеткен дейді. He went. Келесі. I will see in a week дейді. I will see you in a week. Мен сені бір аптадан кейін көремін.
Бұл жерде I will see, мен сені көрем дейді. In a week деген бір аптадан кейін деп тұр. In. Келесі. I saw him 2 weeks ago. Мен оны 2 апта бұрын көрдім дейді. 2 weeks ago. Бұл жерде біз өткен шақта қолданып тұрмыз. I saw him. Мен көрдім оны дейді. 2 weeks ago. 2 апта бұрын. Ago деген бұрын. I will give your book in 2 weeks дейді. Мен сенің кітабыңды дейді. I will give your book. Мен сенің кітабыңды берем дейді. I will book in 2 weeks. Мен сенің кітабыңды 2 аптадан кейін беремін. In 2 weeks деген 2 аптадан кейін деген сөзді білдіреді. She lived here 2 years ago. Ол дейді ол қыз. Осы жерде 2 жыл бұрын тұрды дейді. Lived деген тұрды дейді өткен шақта. 2 years ago. 2 жыл бұрын дейді. I will finish university in 4 years. Мен университетті дейді 4 жылдан кейін бітіремін. In 4 years. Инді біз кейін ретінде қолданып тұр екенбіз. Енді осы уақытқа байланысты сөйлемде ең жиі кездесетін 3 сөзді өтейік. Yesterday деген кеше, today деген бүгін, tomorrow деген ертең екен. Енді сөйлем құрап үйреніп көрейік. Did you go to school yesterday? Did you go to school деген сен мектепке бардың ба дейді. Қашан? Yesterday, кеше. Сен кеше мектепке бардың ба? Келесі. I received your letter. Мен сенің хатыңды қабылдадым дейді. Yesterday. Мен кеше сенің хатыңды алдым дейді. Кеше, қашан? Yesterday, кеше. Келесі. You played tennis yesterday. You played tennis деген сіз кеше теннис ойнадыңыз дейді. Қашан? Кеше, yesterday. I bought a book yesterday. Мен кеше кітап сатып алдым дейді. Қашан? Кеше, yesterday. Осы кеше деген сөзді айту үшін осы yesterdayді сіздер сөйлемде қолданасыздар және байқасаңыздар бұл өткен шақта сіздер қолданасыздар. Келесі today. Бүгін. Where will you have lunch today? Бүгін сен қай жерден түскі ас ішесің дейді. Today. I forgot to call him today. Мен бүгін оған хабарласуды ұмытып кетіппін дейді. I forgot деген ұмытып кеттім. To call him деген хабарласу оған. Мен бүгін оған хабарласуды ұмытып кетіппін. What do you want to do today дейді. Бүгін сен не істегілеріңіз келеді дейді. Бұл жерде бүгін деген сөз, міне today'ді қолданып тұрмыз. Келесі, today дейді бүгін. Is the best day of my life. Бүгін менің өмірімдегі ең керемет күн дейді. Келесі, енді tomorrow'ды не дейік. Tomorrow жалпы біз келер шақта қолданамыз. I will call to them tomorrow. Мен оларға ертең хабарласамын. Келесі. We will go to you tomorrow. Біз сізге ертең барамыз. We will go to you tomorrow. Бұл келер шақта осы tomorrow'ды қолданасыздар. I will go to London tomorrow morning. Ертең таңертең Лондонға барамын. I will go to London tomorrow morning дейді. Ертең таңертең tomorrow morning деген. Енді осы сөзді осылай қолданасыздар осы 3 кезде. Келесі. Тағы бір ең жиі кездесетін 3 сөз бар. Ол бірінші last деген өткен, this деген осы, және үшіншісі next деген келесі деген сөзді білдіреді. Мысалы, last time өткен жолы, this time осы жолы, және next time келесі жолы деп қолданамыз. Енді сөйлемде қалай болады? When was you the last in metro? Соңғы рет сен қашан метрода болдың дейді. Last time, соңғы рет деген мағынаны білдіреді. Келесі. When was the last time you see me? When was the last time? Соңғы рет дейді, last time. Сен мені қашан көрдің дейді, you see me. Келесі, this time'ды қолданайық. But this time I will help you. Бірақ дейді, осы жолы, this time I will help you. Мен сізге көмектесем дейді. This time деген осы жолы. This time дейді осы жолы. She doesn't listen to me. Осы жолы ол мені тыңдағысы келмеді дейді. Ол қыз не? This time деген осы жолды ретінде қолданып тұр. Келесі, next time, we will try to do better next time. Келесі жолы дейді, next time. Одан жақсырақ істеуге тырысамыз. We will try to do the better дейді, next time.
Келесі, I will close the door next time. Келесі жолы есікті жабамын деді. Next time, келесі жолы. Ал енді достар, бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік, келесі сабақта көріскенше.